Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай дәмді өзбек лепешкасын дайындайтын боламыз. Базарларда, дүкенде сататын нанға қарағанда өте дәмді болып шығады. Және жасалуы да оңай, құрамында қарапайым. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ештеріңізді таңғалдырыңыздар. Ештеріңізге дәмді ас ұсыныңыздар. Біз ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Міндетті түрде жылы су болу қажет. Үстінен бір ас қасық ашытқы. Қант пен ашытқымыз сумен толықтай еру қажет. Және бетін жауып жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бетінде бізде көпіршіктер пайда болу қажет. Енді ұнымызды дайындап аламыз. Шұңқылдау ыдысымызға осылай ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ортаңғы бөлігін ашамыз қолымызбен. Енді жаңағы апарамызды ортаңғы бөлігіне құямыз. Енді апараның үстіне бір шай қасық тұзымызды саламыз. Осылай апара көтерілгеннен кейін барып қана саламыз тұзымызды. Апара дайындау барысында тұз қосатын болсаңыздар, бірден ашытқыларыңыз дұрыс көтерілмей қалады. Енді 25 грамм мөлшерінде сұйық майымызды қойып, қамырымызды толықтай жинап аламыз. Бізде мантының, еттің қамыры сияқты қаттылау қамыр шығады. Осы қамырды толығымен біріктіріп алғаннан кейін 5-10 минут қайтарып илейміз. 5 минут көлемінде қайтарып иледік. Бізде осындай біркелкі, бір тегіс қамыр шықты, кішкене қаттылау. Енді осы қамырды қолымызбен кішкене сұйық май аламыз. Көп алмаймыз. Осы сұйық майдың көмегімен қайтарып тағы да 5 минутта илейміз. Қамырымызбен сұйық майымыз біркелкі болу қажет. Қамырымызды 1-1,5 сағат тынықтырып қоямыз. Осылай жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөлек 2 ыдысқа бөліп аламыз. Қазанымызды өте баяу отта қыздырып қоямыз. Қақпағын және қазанның өзінде бөлек-бөлек қыздырамыз. Қазанымызды қыздырып қойып, қамырларымызды осылай бір бастырып шығамыз. Және де теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Мен көз мөлшерімен бөлдім. Қалауларыңызға қарай таразымен өлшеп, 1-2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Қамырларымызды күлшелейміз. Және де бір бөлігін алып, қолымызбен лепешканың формасын жасап шығамыз. Осылай дөңгелек пішінге келтіріп алғаннан кейін, ортасын осылай вилканың көмегімен басып шығамыз. Арнайы өрнек салатын ағаштар болады, онда пайдалансаңыздар болады. Енді қамырымызды келесі бетіне алмастырамыз. Жаңа бөліп алған ақ уызымызды қамырымыздың бүкіл шетіне жағып шығамыз. Толықтай жағып алғаннан кейін, жаңа қыздыруға қойған қақпағымызды алып, ақ уыз жағылған бетін осылай жабыстырамыз. Қамырымыздың толық жабысқанына көз жеткіземіз. Егер де сіздерде дұрыс жабысқан болатын болса, қамырларыңыз түспейді, уайымдамасаңыздар болады. Енді жаңа бөліп алған сары уызымызды қамырымыздың бетіне толықтай жағып шығамыз. Қалауыңызға қарай ештеңе сеппесеңіздер де болады, бірақ әдемілік үшін мен кунжут және де макты қолдандым. Тминді қолдансаңыздар да болады. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Егер де видеоны ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдап қоюларыңызды сұраймын. Бізде нандарымыз дайын. Енді нандарымызды пісіреміз. Ол үшін қызып тұрған қазанымыздың түбіне 2 уыс тұз саламыз. Және де қазанның қақпағын жаймендеп жауып қоямыз. Орташа баяу отта 20-25 минутта нанымыз толықтай пісіп шығады. Оған дейін екінші осы нанымызды формасына келтіріп дайындап аламыз. Екінші нанға осылай қақпағымызды пайдаланатын кезде де мен жуып тазалап алдым. Бұл нандар дүкендікіне қарағанда әлде қайда дәмді болып шығады.
жасап көріңіздер міндетті түрде. Және де ең бастысы, құрамы өте қарапайым, ұн, су, тұз және де ашқыдан ғана тұрады. Мінекей 20 минуттан кейін біздің нанымыз осылай пісіп шықты. Өте әдемі болып шығады. Енді екінші нанды пісіруге жібереміз. Егер де видео ұнаған болса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Қарапайым үй жағдайында дайындалатын дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Бізде нандарымыз осылай пісіп шықты. Өте әдемі, ең бастысы жұмсақ, дәмді. Қазанға қорықпай пісіре берсеңіздер болады. Қазанның асты ешқандай жабыспайды. Осылай болып қалады. Бір шай аласыздар, болды. Ас болсын.